Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге мен осындай керемет үй жағдайында жасалатын, қолжетімді заттардан тұратын өте дәмді әрі көпсі пісетін пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Рецепт ұнаса лайк, комментарий қалдырып, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп кетіңіздер, қолдап кетіңіздер, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал достар, ең алдымен біз керекті заттарымыз ашыған айранмен немесе тәтті айранмен жасасаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша менде ашыған айран болғандықтан осымен керемет бір рецепт шығарайын деп шештім. Осылай айранымызға 1 чайный ложка ас содасын салып, жақсылап араластырып қоямыз. Одан кейін біз жұмыртқамызды таза ыдысымызға жарып, үстінен сахар салатын боламыз. Бірақ біз сахарымызды бөліп салғанымыз дұрыс, сонда біздің жұмыртқалы тестамыз жақсы көтерілетін болады. Міндетті түрде жұмыртқаға сахарды бөліп салып миксерлейсіздер. Осылай жақсылап екеуін миксерлеп, 2 есе ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Мінекей біздің жұмыртқамыз бен сахарымыз дайын болды. Байқасаңыздар, мына айран 2 есе ұлғайды көлемі. Осыны салып, екеуін енді жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне біз сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы бір араластырамыз. Барлығын тегістей араластырып болғаннан кейін соңында ұнымызды саламыз. Яғни достар, міндетті түрде азғантай разрыхитель салуды ұмытпайсыздар. Жарты чайный ложка разрыхитель міндетті түрде салуымыз қажет. Одан көп болмауы керек, өйткені біз айранға ас содасын қосқан болатынбыз. Осылай қамырымызды, яғни тестамызды дайындаймыз. Осылай жақсылап шанышқа немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Арасында ешқандай іртік қалмауы қажет. Қалып кеткен жағдайда біздің пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Ал достар, мінекей біздің тестамыз дайын. Енді осыны біз ыдысымызға құятын боламыз. Ыдысымызға құйып, кемінде 20 минутта 180-200 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, менің пирогым дайын болып шықты. Ал сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез жасалады. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Егер асығыс болып тұрған жағдайда осы пирогты жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецептін ұнаса лайк, комментарий қалдырып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Сана Алтынай.